Қайырлы күн, құрметті көпшілік. Мынау қазір алма ағашындағы ақ ауру жайлы сөз ақпарат бөлісетін боламыз. Мынау көріп тұрғандарыңыз ақ ауруы. Бұл алма ағашында жемсақ барлық дақылдарда кездесетін, ең көп кездесетін аурудың бірі. Бұл аурудың дамуына көп ылғалдың қажет жоқ. Басқа аурулар, басқа самаралық аурулар сияқты бұл күн жылына қайта ылғалдың аз болғанын қалайды. Сосын бұл тек қана жапырақтарды емес, жапырақтардың өтіп сабақтарға өтетін болады. Сабақтарды сақтайтын болады. Сосын жеміске өтетін болады соңында. Яғни бұл қауіпті ауру, және де бұл дұрыс күресілмейтін болса, кей жағдайда өнімнің 60%-на дейін жоятын болады. Ал біз қазір осы ауруға қарсы өңдеу жұмысын жүргізетін боламыз фунгицидтермен. Яғни ол жерде жүйелі фунгицид пен жанаспалы фунгицидті араластырып қолданатын боламыз. Өйткені олар біреуі жапырақтың сыртындағы спораларды өлтірсе, жанаспалы фунгицид, жүйелі оның ішіне кірген, яғни жапырақтың ішіне кірген спораларды, мицелияларды өлтіретін болады.